Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Заманауи мұғалім YouTube арнасына қош келдіңіздер. Менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта тағы да осындай ойындар шығарып отырам. Енді бүгінгі сіздерге көрсететін ойын бұл жұмбақ әуен деп аталады. Бұл ойында 3 кезеңнен тұрады. Кезеңдері әуенді тап, бірінші кезең, екінші кезең аспаптарды табу, үшінші кезең бұл эмоция арқылы әуенді табу болып табылады. Енді әр кезеңде 6 әуеннен бар. Әуен болғанда, мынау әуенді тапта музыкалар бар. Ал екінші кезеңде мынандай домбыра, асатаяқ, қобыз, солардың дыбыстары. Одан кейінгі кезеңде біз осындай эмоция арқылы әуенді табамыз. Дәл осы ойынды қазір ашып көрсетейін. Пока слайдпен ашам. Главное, пока слайд сначала деп ашамыз. Ойынымыздың осындай дауысы бар. Өзі осылай басталып, звугымен бастау батырмасыға басамыз. Осы жерде кезеңдерін таныстырасыздар. 3 кезеңді жаңа айтып өттім. Өзінің звугы осындай. Одан кейін ең алдымен бірінші кезеңнен бастаймыз. Яғни бірінші кезең бұл әуенді тап. Әуенді тап деп осылай басталады. Мына жерде осы батырма басам, басталды. Әуенді тапта жалпы ұяшықтан 6. Әрбір таңдалған ұяшық жоғалып отырады. Мысалы, біріншісін басам, әуенді қосамыз. Осылай бас жағын естиді, одан кейін өздерінің варианттарын айтады. Одан кейін тексереміз, мысалы, тағы да қосып, солымен естітуге болады. Жауабына басатын болсақ, осы дұрыс жауап берген болса, мынаған басамыз. Қате жауап берген болса, мынаған басамыз. Енді мынаған басатын болсақ, мына жердегі ұяшық жоғалып кетеді. Барлығы істейді, ішінде 6 музыка осы бойынша қосылған. Міне. Бұл енді заманауи әндер бәрі. Міне, көк жүгілей. Дұрыс жауап берді, осыған басамыз. Одан кейін келесі кезеңді көрсетейін, алар да ашылады. Әуендері бар. Сонда да мен қазір өткізіп, келесі кезеңді көрсетейін, бәрін ашпайды. Бұл кезең музыкалық аспаптар деп аталады. Қосу үшін мынаған басам. Міне, мына жерде қосылып тұрған қайсы музыкалық аспап, яғни қазақтың ұлттық аспаптары. Бұл домбыра. Одан кейін мысалы екіншісі. Осылай даусымен шығады. Тексереміз. Бұл бізде қобыз. Келесі. Осылай тексереміз. Сазсырнай деген сияқты өстіп ойнатылады. Мына жерде де бар. Енді өткізіп жібере салып. Келесі кезең эмоция арқылы әуенді тап деп аталады. Бұл жерде мысалы осындай эмоциялар тұрады. Мысалы қызыл, гүл. Мынау ай деген қосымшамен осылай бір сөз шығады. Мысалы бұл қызыл гүлім ай деген не? Мысалы уақыт беріледі. Мына жерде бірінші ойланады. Осы арқылы әуеннің атауын табады. Тапқандан кейін тексеруге басамыз. Дұрыс жауап берген болса, осылай қызыл гүлім ай деп шығады. И әуен қосылады өзі. Осының ішіне қойылған. Келесіге өткізем. Мысалы мынандай. Көзбен ай деген сияқты. Мысалы бұған қазір артқа айтырам, мынау басылмай қалды. Қазір. Міне, тексеруге бассақ. Келесі бізде осындай танго мысалы. Міне, әуендер бәрі қойылған, осы тексеруге бассақ. Осылай басынан бастап қойылған. Сөздерді осылай әуені бар, толығымен қойылған. Қосылып айтады деген сияқты. Мына жерде мысалы толқындар, тексеруге басамыз. Осындай әуендер мысалы. Келесі мынаны ашпай өткізіп жібердім. Өйткені уақыттың бәрін көрсетуім керек. Енді осы жердегі әуеннің мысалы жұмбақ әуен деп атын қойдық, бірақ атын өзгертуге болады өздерінің сабақтарыңыз бойынша. Одан кейін мынау кезеңдердің атауларын өшіріп жазып өзгерте бересіздер.
әуенді өзгертүүнү ол бөлек сабакта көрсөтөм, өйткені ойында алсаңыздар мен сізге видео инструкция жиберем, сонун ичинде осы әуендерді өзгертүүдү көрсөтетін болом. Енді тағы да слайд сандарын көбейте бересиздер, дублировать етіп, сосын аларды өзгертүү өте оңой. Мынаны алып тастайсыз, мисалы вырезать етіп, осы жерге жазып, басқа нелерді, суреттерді қойып, әуеннің атауын осылай табуға болады. Осы ойын керек болса, мага хабарласыңыздар. Назарларыңызга рахмет.